Ассаламағалейкум. Армысыздар. Тікелей эфирде информ бюро сіздермен бірге әріптесім Лимара Салих. Және Мақсат Толықбай, назарларыңызда бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Қымбатшылық қылбырауынан қашан босаймыз? Қантта, шайда, Қазақстанда адам өмірінен басқаның бәрі неге қымбат? Еліміздің тең жарты аумағын әлекке салған дауыл халықты табиғи апатқа ұрындырмай ма? Шоқан Уәлиханов трамвайда туған ба? Тесті құрастырған министрлікте логика жоқ па? Әлде студенттер сауатсыз ба? Осы және өзгеде жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Кеш алай-дүлей соққан жел республиканың бірқатар өңірлерінің халқын әбігерге салды. Қызылорда облысында арқадан ауызша соққан салқын жел 3 аудан мен қала орталығындағы бірнеше нысандардың шатырын жұлып кеткен. Жел шайқаған ағаштар электр сымдарын зақымдаған. Бұған қоса 9 қосалқы станция істен шығып, қаланың 40% жарықсыз қалды. Секундына 17-20 метр жылдамдықпен соққан жел 3 аудан мен облыс орталығындағы бірнеше нысандардың шатырын шалқасынан түсірген. Біліксіз құрылысшылардың сапасыз салған 5 мектебінің, аудандық аурухананың және 2-ші дәрежелі бір банктың төбесі төңкеріліп түсті. Қазір табиғат апатынан келген шығын көлемі анықталып жатыр. Ал бүгін Ақтөбенің нөмір 2-ші қалалық соты ішкі істер басқармасының бұрынғы басшысы Қайрат Мырзабековке қатысты өз үкімін шығарды. Сот оны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 308 бабының 4-ші тарау бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырып дүние мүлкін тәркіледі. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың 24-ші қарашасында Ақтөбенің ішкі істер басқармасының басшысы подполковник Мырзабеков жұмыс орнында өзінің қоластындағы қызметкер әйелді қорлап, қол жұмсаумен қоса, оны қала сыртына шығарып, тағы бірнеше сағат бойы ұрып соққан. Жәбірленген әйел жедел түрде ауруханаға жеткізілді. 26-ші қарашада айыпталушы ұсталып, сотқа тартылды. Бүгінгі сот шешіміне сәйкес Мырзабеков бостандыққа шыққаннан кейінгі 3 жылда құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметте жұмыс істеуден шеттетіледі. Ол жазасын жалпы тәртіптегі түсөйім колониясында өтейтін болады. Сонымен қатар қызметкерлерді іріктеу мен тағайындау ісіне шалағайлық танытқаны үшін сот ішкі істер министрлігінің атына сөгіс жариялады. Бүгін Павлодарда ұлын дүкенге тастап тайып тұрған көкек анаға қатысты сот үкімі жария болды. Енді тұла бойы тұңғышын тастап қашып кеткен ана ұлы Максимге 6 ай бойы жақындай алмайды. Демек, олардың араласуына шектеу қойылмақ. Жарты жылдан соң баласынан бас тартқан әйел өзінің көкек ана емес екендігін заңды тұрғыда дәлелдесе, ол өз ұлымен мәңгіге қауышпақ. Естеріңізде болса, ақшасы таусылған жасана Максим есімді ұлын қыстың қақаған аязында тастап кеткен болатын. Табылған шарананы полицейлер ауруханаға орналастырған. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы баланы көрсеткен соң, оның анасы табылғанды. Бала құқығын қорғау комиссиясы 23 жастағы келіншектің әрекетін қылмыс деп бағалап отыр. Сондықтан оны ата-ана құқығынан айыруын сұрап, сотқа шағым түсірген. Заңдылықты қадағалаушы прокурорлар ісінде көз бояушылық көп. Есеп үшін бармақ басты көз қысты әрекетке бой алдыруда. Жамбыл облысы Сарысу ауданына қарасты Байқадам ауылының тұрғындары осылай деп наразы. Бұқараның пікірінше құзырлы орган қызметкерлері құзыретін қолданып, ауыл әкіміне жазықсыз жала жабуда. Мәселенің мән жайын тілшіміз Нұрадин Рахай тарқатады. Байқадамдық диқандар дәрменсіз күй кешуде. Суғармалы су жүйесін жөндеген компания ісін бастаған пернеден бітірмепті. 2 жыл бұрын ел игіліне берілуі тиіс Қаратоған каналы жыл өтпей жатып жарамсыз болып қалды. 1 гектар жерге бақша өнімін ектім. Судың болмауынан егісім ешқай шықпай қалды. Прокуратура мен полиция басында іс қозғады ғой. Соны сотқа жіберіп, солар өзінің бұрынғы статьясынан қайталмай отыр. Себебі оларға отчет үшін галочка керек. Тендерда өзгені тең көрмеген Таразводстрой серіктестігі сапасыз құрылыс материалдарын алғандығы анықталды. 14 миллион теңгеден астам қаржының 10 миллионнан астамы Байқадамның бұрынғы әкімі кезінде беріліпті. Бірақ айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылды. Болары болып бояуы сіңген іске кейінгі келген әкім кінәлі болып қалыпты. Іс толық тексермегенде ауыл әкімі аң-таң. Жұмыс істегеніме 1 жыл, 1,5 жыл уақыт болса, соның 10 айын осы соттасумен, қайта тергеумен жүріп жатырмын да. Қылмыстық іс қозғаудың себебін мен осы уақытқа дейін онша дұрыс түсінбей жатырмын да. Бұл ретте су жүйесін реттейміз деп елді бекер елеңдетіп есек дәме еткендер жазасын алсын дейді халық. Құрылыс әлі госприемкадан өтпеген, жұмысшы комиссиясы құрылмаған. Соның өзіне қарамастан прокурор іс қозғап сөйтті. Біздің наразылығымыз жаңағы әкіміміз халық үшін жұмыс істей ма, әлде прокурордың
қармағынан қашып жүре ма? Ауылдан алып ұшып, ал өкпе болып аудандық сотқа ағылған жұрттың қауы шағылып тағы қайтты. Мердігер сот отырысына келмегендіктен кейінге қалдырылды. Ал Байқадамның бұрынғы әкімі, аудандық білім бөлімінің бүгінгі бастығы бұл мәселеге байланысты сауалға сараң жауап берді. Сот процесс шешісінде сосын. Аудандық сотта әзірге әділдік ту көтерген жоқ. Мәселенің шешімі мына мемлекеттік рәміздей жартылай ғана жалбырап тұр. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Жамбыл облысынан. Шохан Уәлиханов қайда туылды? Трамвайда ма, әлде киіз үйде ме? Ақпарат агенттігі күніне қанша сөз тартады? Білім және ғылым министрлігі студенттердің білімін тексеру үшін тестке осындай сұрақтар енгізген. Мұндай қисынға келмейтін сауалдар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті студенттердің наразылығын тудырып отыр. Сыннан жаппай сүрінген тәлімгерлер сұрақтар сауатсыз әрі логикаға сәйкес келмейді дейді. Кейбір сұрақтардың нақты жауаптары тестте тіпті мүлдем болмай шыққан. Ал университет басшылығы да тесттердің сапасыз әзірленгенін, оның арнайы сараптама барысында дәлелденгенін жеткізді. Алайда аттестация қорытындысы оқу орны мен студенттерге әсер етпейді дейді. Білім және ғылым министрлігінен келген комиссия бітіруші түлектердің тесті заң бұзушылықтармен қабылдады. Соның салдарынан бітіруші түлектердің 70% сыннан өтпей қалды. Наразы студенттердің пікірі осындай. Тәлімгерлердің айтуынша берілген сұрақтар оқу бағдарламасына сай емес. Шохан Уәлиханов қайда туылған дейді. Шохан Уәлиханов трамвайда немесе киіз үйде. Күлкіңізді келтіретін сұрақтар. Болмаса дәптерді құрастыру үдерісі дейді. Біз мысалы осы 4 жыл бойы, 4 жыл барысында министрлік бізге бекіткен, министрлік бізге жіберген оқу жүйесі бойынша оқыдық. Сонымен қатар журналистика факультетінің студенттеріне тарих, физика пәндеріне тән сауалдар берілген. Онымен қоса кейбір сұрақтардың дұрыс жауабы мүлдем болмай шыққан. Үстелдің үстіне қойылатын, микрофонның ішіне салынатын 1,15 сантиметр диаметрі құрал дейді. Оны біздің білуіміз міндетті емес және логикаға сәйкес келетін сұрақ емес. Сондай-ақ, мысалы, бір агенттіктің күніне қанша сөз тарайтыны туралы сұрақ келген, қанша сөз тарайды деген, 600 мың, 800 мың деген. Аттестациялық комиссияның тестілеу сұрақтарымен ұлттық университет басшылығы да келіспей отыр. Арнайы сараптама жүргізген ұстаздар қауымы сұрақтардың сапасы төмен екенін, кейбір сауалдардың бірнеше дұрыс жауабы бар екенін комиссияға дәлелдеп берген. Ректор орынбасары тест қорытындысы студенттердің диплом алуына, факультеттердің жабылуына әсер етпейтінін жеткізді. Комиссияның қорытындысымен келіскен жоқпыз. Себебі біздің ғылыми кеңес мүшелері бір ауыздан қарсы болып шықты. Себебі біз айтып жатырмыз, сапасы өте төмен тексерудің. Ал егер осындай өлшейтін инструмент дұрыс болмайтын болса, әрине нәтижеде дұрыс болмайды. Студенттер мен ұстаздардың наразылығын тудырған сұрақтар ұлттық тестілеу орталығында әзірленген көрінеді. Оқу бағдарламасына сай келмейтін тест қорытындысы енді тәуелсіз комиссияның отырысында талқыланып, министрлікке ұсынылмақ. Ұлан Тәліпбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 телеарна. 1 мамырдан бастап елімізде қымбатшылықтың тағы бір толқыны басталды. Кеше ғана кедей емес ұлттық компанияның телефон байланысының тарифтерін 20%-ға қымбаттатқанын жеткізген едік. Қараша халық болса, қымбатшылық енді қайда барар екен деп наразы. Жалақы, зейнетақы көтерілмей, бұл қайдан шыққан қымбатшылық осылай баға көрсеткіші асқақтай берсе, біз қалай күн көрер екенбіз деп халық уайым қайғыға салынып отыр. Қымбат, бәрі қымбат. Әр айдың басын қараша халық енді ненің бағасы шарықтай түседі екен деген үреймен қарсы алатын болды. Сәуір айында ғана бірден газдың, жарықтың, жанар-жағармайдың және теміржол билеттерінің бағасы көтерілген хабарласақ, осы айда ақшаға кендемес Қазақтелеком компаниясы телефон тарифтерін тағы да 20%-ға қымбаттатып жіберді. Оның себебін бүгінде ешбір тұрғын білмейді ал. Қазір тамақтар қымбаттап жатыр, киім де қымбат. Міне телефон қымбаттады, Қазақтелеком. Газ, свет қымбаттап жатыр. Ырықсыз кеткен бензин бағасы да жүргізушілердің қалтасына ауыр тиюде. Естеріңізде болса, сәуір айының ортасында соның себебінен республика бойынша қатынайтын таксилер мен автобустарға билет бағасы көтеріліп, жолаушылар наразылықтарын білдіріп жол жапқан еді. Бүгін қымбаттап қапты, енді 3800-ге жол жүргенше ұқтап жатайықты. Ал Алматының кейбір көлік жүргізушілері жанар-жағармайдың қымбаттауына орай темір тұлпарларын амалсыздан сатуда. Өзім студентпін. Машинам мен шындығы кейінде сабақтайым, практикам бар. Бензин құйғанға былай айтқанда ақшам жетпейді, саттым, ақшам пока тұрмын.
Көнеміз ғой, қайтеміз көнбегенде. Қарапайым ел жұрттың айтатыны осы. Алайда азық-түлік бағасының шарықтауына көз жұмуымыз қиын дейді олар. Әсіресе жатақханада тұратын студенттерге, сәбиін өзі тәрбиелеп отырған Әлия есімді мынадай жас аналарға, азға қанағат қылып отырған қарияларға нан, сүт, еттердің қымбаттауы ауыр соғуда дейді олар. Тамақтар бәрі, мысалы, сүт алайық десек, сүтке де кейде тиын тебен жетпей қалса да бермейді. Мына квартплаталары, мына светің тағы өсіп баратыр. Газың ям бар. Оған анауысы бар, мынауысы бар. 27 мың алатын пенсионерлерге бір 5 мың қала ма қалтасында, қалмай ма? Құрдастарым бәрі общежитияда тұрады. Олар қиыншылықтың міне көкесін көріп жатыр да. Наның қымбатшылығы, жолдың, үйге қайта алмаулары, соның ақшаға келіп тіреледі көбінесе. Сонымен небәрі 2 айда пойыз билеттері 10%-ға, телефон тарифтері 20%-ға көтерілді. Электроэнергиясы 2015 жылға дейін қымбаттай бермек. Ал жанармай мен азық-түлік бағасының тағы қаншаға көтерілетін тек Құдай біледі. Қымбатшылық енді қайда барасың? Аида Боранбай, Ернар Құсайынов, Алмаз Бестенбеков, Информбюро, Алматы. Ал Өскемендегі бүтіндей бір шағын аудан тұрғындары үйлерін тастап жан-жаққа қашып жатыр. Жарыққа қарсыңдар деп жалған жала жауып, жарықтарын өшіріп тастаған милиция жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кесірінен осындай күйге түстік деп налиды көпшілік. Ал жергілікті билік жағдайды біле тұра тұрғындарға қолшын созуға әрекет те жасамаған. Бар болған аталмыш компания өкілдеріне біраз дәріс өткізгендері болмаса. Шағын аудан азаматтары өздерін өзгенің ұрлығы үшін жарықтан қаққан компания өкілін тек айғай шумен қарсылады. Екі тараптың таласы осыдан 3 жыл бұрын милиция жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өздеріне тиесілі жерді тұрғындарға арзан бағаға сатып, есесіне үйдің құрылысын аталмыш компанияға тапсыруды талап еткенде басталған еді. Енді баспана құжаттары дұрыс болмағанмен қоймай, бүтіндей бір ауданның электр қуатын өз қолдарына алған милиция жарыққа қарызсыңдар деп көпшілікті қуат көзінен айырған. Қарыз 1 миллион 200 мыңға шыққан. Соның 700 мыңын тұрғындардың мойнына ілгілері келеді. Сол қарызды төлемейсіңдер деп жарығымызды қиып тастады. Барлығымыз балалы шағалы жандармыз. Жарықсыз қалай күн көреміз? Ал жұртшылықтың жағдайын ойлап отырған құрылыс компаниясы жоқ. Керісінше көрші аудан азаматтары ұрлаған электр қуатының қарызын көпшілікке қалай бөліп берсем дегенмен әуреге түскен дейді тұрғындар. Қалалық әкімдікте жайтты бүге-шүгесіне дейін біледі. Алайда екі жақтың тартысына төрелік еткеннен басқа бітіріп отырғандары шамалы көрінеді халықтың айтуынша. Милиция компаниясы жарық беруді өз мойнына алған соң, оның жұмысында аяғына дейін жеткізу керек еді. Қазір олар Шығыс Энерго Трейд серіктестігінің алдындағы қарыздарының 3/4 бөлігін қайтарып қойды. Болашақта еш қиындық туындамау керек. Бір қызығы қуат көз үшін айына 75 мың теңгеден төлеп келген тұрғындардың мойнына. Енді көршілердің ұрлаған жарық қаржысын іліп қоймақ болған милиция компаниясы жауапкершіліктен сытылып, тек қарызды өтеумен ғана шектелмек. Ал тоқ пен жарықтың жоқтығынан баспаналарын тастап, бас сауғалап қашқан тұрғындардың енді үйлеріне қайтып оралғысы жоқ. Лимара Салехина, Табылқайыров, арнайы Информбюро үшін Өскеменнен. Алда көретіндеріңіз. Қазақтың қарертісі су алып барама, Қытай елінен судың бастауын бұрған жоқ па? Жұлдыздар отбасы жұлдыздармен қалайша сырласады? Қазақстандағы ең танымал журналдың құпиясы неде? Аздаған жарнамадан соң қайта қауышатын боламыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің шығысына қауіп төнді. Ертістің суы 2 есеге азайып кетті деп дабыл қаққан мамандар тез арада мемлекеттік деңгейде шешім қабылданбаса, ертістен мүлдем айырылып қалуымыз мүмкін деп отыр. Шұғыл шаралар қолға алынбаса, ертістен ғана емес, Ерк өзенінің бойын ен жайлаған елден де береке кеткелі тұр. Үкімет білмейді емес білет, бірақ үнсіз де өкпелі. Бір кездегі мөп-мөлдір ертістің жағасын қазір жалбыз басқан, су ластанып сападан айырылған. Су көлемінің күрт азаюынан балықтар мен шабақтар миллиондап қырылып жатыр. Мамандар ертістің суын қолдан бұрып алған Қытай жұтып жатыр дейді. Бірақ соны біле тұра ертістің тағдырына енжар қарайтын үкіметтің үнсіздігіне өкпелі. Бұқтармақ су қоймасы қазір 60% бар. Бірақ әлімна Қазгидрометтің болжауы бойынша осы биылғы жыл су аз жыл болғалы тұр.
Ерке өзенінің ертеңіне алаңдағандар су деңгейі азая беретін болса, халықты жарықпен қамтамасыз етіп отырған бұқтырма су қоймасының өзі су балансын ұстап тұруға көмектесе алмайды. Ол дегеніңіз бүкіл шығыс өңірі қараңғыда қалуы мүмкін деп қауіп төндіргенмен, энергетика мамандары төтенше жағдайларға тап-тұйнақ дайынбыз деп сендірді. Өскемен қаласының су электр станциясындағы жағдай әзірге бір қалыпты, ал бұқтырма су азайған күннің өзінде электр қуатын үзіліссіз өндіре алады. Ал мамандар ертіс суының күрт азаюының тағы бір себебін биылғы қыспен де байланыстырады. Ертіс негізінен қардың суын 55-60% қардың суынан тұратындықтан биыл қыс өте қар аз болды. Әсіресе мынау қаңтар, наурыз айларында. Сондықтан ол бір 25-42%-ға дейін мөлшерден әлде қайда аз болды. Ал қысы жазы өзен бойын жайлап балық аулап сонымен күнелтіп отырған отбасылар үшін қырылып жатқан миллиондаған шарбақтарды көруден асқан қасірет жоқ. Олар ертеңгі күндерін көз алдарына елестетудің өзінен қорқады. Мақсат Толықбай, Юлия Сулоева, Информбюро, Өскемен. Алматы қалалық ардагерлер үйіндегі кешегі солдаттардың саулығын жеңіс күні қарсаңында бүгінгі әскерилер сұрап қайтты. Ондағы майдангер қарттар мен тылда еңбек еткен әжелерге әскерилендірілген теміржол күзетінің мамандары мерекелік концерт әзірлеп, сый-сияпат көрсетті. Бір кездері отан қорғап, бүгінде өздері де қорғаныш пен қамқорлыққа зәру қариялар «Қарттарым аман саумысың» атты шарадан соң көңілдері бір серпіліп қалды. Қазақстан бойынша бүгінде 9600 ардагер бар. Солардың 300-і Алматы қаласында тұрса, 8 қария қаладағы ардагерлер үйінде. Қуантай Ақсақал бүгінде өзінің жастық шағының қан кешкен майданда өткен еске алғанымен, санада сол дәуірдің тек үзік-үзік сәттері ғана қалған. Бұзылды оқып, 3 жылдай сосын шойынжылды. Паровоз істедім, сосын жолда соғыс біткенше. Колхоздарда істедім. Кеңестік дәуірде халық мақтанышына айналған Қуантай ата сияқты ардагерлердің қазіргі күні қамқорлыққа зәру екені сөзсіз. Өйткені қариялардың бірі келместің кемесіне мініп кетсе, біреулері әнеки жағада тұр. Жас ұрпақтың да кеңес Герман соғыс туралы білері аз. Сондықтан майдангерлерді қазіргі әскерлендірілген теміржол күзетінің жеңіс күні қарсаңында құттықтап келгені әрине серпілтіп ақ тастады. Ардагерлер үйінде 320 ардагер бар екен, оның 120-сы кәдімгідей соғыс ардагерлері. Соларды қазіргі жастарға деген тәлім тәрбие ретінде біздің жастарымыз осындай ардагерлерімізді құрмет көрсете білу ретінде ұмытпас үшін біз осындай іс-шара өткізуге бүгін келіп отырмыз. Қазіргі уақытта ардагерлерге үкімет 30 000 теңге көлемінде сыйақы бергелі отыр. Ал бұндайда үстінде сұр шинелі мен ақсаңдай басып соғыстан қайтқан солдаттарға кейінгі ұрпақтың жылы пейілі 1000 мәртебе. Ардагерлер үйіндегі шарадан соң ақсақалдар шараны ұйымдастырушыларға ақ батасын беріп алғыстарын айтты. Әйгерім Асқарбай, Ернар Құсайынов, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Алматы. Танымал адамдардың сырлы сұхбаттары мен өнер иелерінің өмір деректері туралы қалың оқырман қауымды хабардар етіп отыратын «Жұлдыздар отбасы» мен «Аңыз адам» журналдарының бүгінгі тыныс тіршілігі қандай? 5 жылдан бері тыныс еңбек етіп келе жатқан редакция алқасы өз өнімдердің республика бойынша таралымы жағынан ең көп басылымдар санатына қалай қосты? Оқырмандардың жүрегіне жол тапқан қазақтың иллюстрациялық журналы жайлы тілшіміздің келесі бейне сюжетінде. Айына 2 рет шығып отыратын «Жұлдыздар отбасы» журналының таралымы осы күні 150 000-нан асып жығылған. Басылымның отбасы құндылықтары, адамдық қағидаттар, өнер мен мәдениет тақырыптарына басымдылық беруі қалың оқырманға етене жақын болуымыздың басты себебі деп таниды редакция алқасы. Жазылым қарқынын одан әрі арттыра түсу үшін журнал бетінде түрлі ұтыстар жиі жарияланып тұратын көрінеді. Тәуелсіздік мерекесіне арнап 20 жылдыққа 20 жылқы деген атпен басталған ұтыс уақыты да аяқталған екен. Жүлдегерлер концертті кеште анықталады дейді ұйымдастырушылар. Әділетті түрде 20 жылқының өз жүлдегерлері табылады. Және одан басқа біз 6 айлық Аламан бәйгенің де жүлделерін таратып береміз. Ол 70-тен артық. Одан бөлек осы концертке келетін адамдарға арналған тағы да сыйлықтарымыз бар. Сол отырған орындарының номерлеріне байланысты ойнатылатын.
Эстрада жұлдыздары кино актерлері мен қоғам қайраткерлерін әңгімеге тартып, олармен күн сайын жүздесіп, тілдесіп жүрген тілшілер қауымы арадағы сыйластықты алғашқы орынға қоямыз деп отыр. Жақсы материал журналист шеберлігінің арқасында ғана дүниеге келеді. Сұхбат жанры жеңіл болғанына қарамастан, жұлдыздардың сөзін көркемдеуге уақытымыз көп кетеді дейді олар. Иә, бір сұрақты қоясың, жаңағы екі осы сөзбен жаңағы аяқтап қоятын әншілеріміз, өнер адамдары, әртістеріміз бар, енді өкінішке орай. Бірақ кейін сұхбатты оқып, өздері де жаңағы алғысын білдіріп жатады. Бірақ кейбіреулер әрине енді өзі айтқандай болып жаңағы иә, мен керемет сұхбат беріппін ғой деп жататындары да кездеседі. Сұхбат барысында өзі байқамастан шынымды айтам деп сырын ақтара салатын адамдар да болады. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Сондықтан қанша жерден жалынса да бастапқыдағы ойды оқырманға жеткізуді міндетіміз санаймыз дейді журналистер. Әртүрлі жағдайларда кездесеміз ғой олармен. Мүмкін басқа қоғамға ренішті болып жүрген кезінде, немесе бір нәрсеге бір көңіл толмай жүрген кезінде сұхбатқа тура кеп қалады. Сол ақысын сұхбат арқылы жеткізгісі келіп қалатындар бар. Кейін сабасына түскеннен кейін ойланып бермей-ақ қой деген сияқты. Басылым кейіпкерлерінің басын біріктіретін ән кеші мамырдың 19 күні Республика сарайында өтеді. Қапыда қалмаңыздар. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Азамат Жанаспаев, Информбюро 1 арна Алматыдан. Қазақ генералдары Қазақстан армиясын өз қолымен қалай құрды? Мәжілістің экс-депутаттары қайда жүр? Бердібек Сапарбаев Өскеменге неге оңтүстіктің жігіттерін ғана келеді? Үміттердің енді көңіліне келмесін, ондай адам бұл жерде болмады. Сапарбаевтың соңына түсіп жүргендердің кімдер екенін әкімнің өзі білеме. Қазақстандағы Қытай азаматтары немен тамақтанады, қандай кино көреді? Олардың Қазақстанға келгендегі мақсат не? Қай айтыскер айтыстан қанша көлік өтті? Осы және өзге де қызықты мәселелер ертеңгі Информбюрода. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. 31 арна қосылу болсын, жаңалықты бірінші болып біліңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.